Бүгін Айдар немерем екеуміз қызыл телпек ертегісін оқимыз, иә? Қызыл телпек ертегісін біз бұдан бұрын да оқығанбыз, иә? Қызыл телпек қандай бала болады? Жақсы, кәмпит жемейді, ақыл көп, анасының тілін алады, иә? Сосын қызыл телпектің анасы қайда жібереді? Екі қызыл телпек. Жоқ, екеуі емес, біреуіне ғана қара. Қайда жібереді қызыл телпектің анасы? Әжесіне жібереді. Не салып береді себепті? Әжен алып жұлпады ғой. Жұлпылмайды. Иә, қызыл телпектің себетіне не салып береді? Бәліш пісіріп береді, сосын бір құты май салып береді. Сонымен, иә, мамасына сау бол дейді да, бұл орманға келеді, иә? Орманда кімді көреді? Қасқырды. Иә, одан не сұрайды? Қайда бара жатсың дейді, ол байқамай айтып қояды әжесінің үйіне, иә? Әжеме қасқырға басқетті. Сен айтпайсың, ол қызыл телпек білмей қалды. Енді міне ол келді, не істеді әжесін? Жеп қойды. Сосын не істеді өтірік әжесінің орнына? Жатып алды, әжесінің шапкесін киді, жатып алды. Сосын ол қызыл телпек дегенде, ол не істеді? Қызыл телпекті де жеп қойды. Мен қасына жат, мен қасыма жат деп алдады да, қызыл телпекті де жеп қойды, мен қара ап деп қойды. Сосын не істеді мына кісі? Отыншы келді де, өйткені ол қорылдап жатыр, көрдің бе? Бәрін жеп алып, қорылдап жатыр. Сосын оны алып, ішін жарып жіберді. Ішінен кім шықты? Әжесімен қызыл телпек. Қызыл телпек шықты, иә. Бұл ертегі нені білдіреді? Әділ болу керек, иә? Адамгершілікті болу керек, жақсы болу керек, ақылды болу керек. Ешкімге жамандық жасамау керек, иә? Сондайды үйретеді. Бұл қызыл телпек кітапты біз қайдан алдық? Кітапханадан алдық, иә? Кітапханадан алдық. Иә. Сондықтан ертең өскенде сен қандай бала боласың? Жақсы. Ақылды. Иә. Сен не істейсің? Жәбірлеген, мысалы, мынау ақылды, жақсы адам, әжемен қызыл телпекті жәбірлеген, нені қасқырды ұрды да қуып жіберді. Иә. Отыншы боламын. Отыншы боласың, сен дұрыс отыншы боласың. Ақылды, мейірімді бала боласың, иә? Қасқырды сатып кесіп жеймін. Да,